Әлсіз ата-ана. Әлсіз ата-ананың анықтамасына көшпес бұрын жылау туралы өз ойыммен бөлісе кетсем. Біздің қоғамда көптеген адамдар жылауды әлсіздік ретінде қабылдайды. Әсіресе ер адамның жылауы кешірілмейтіндей нәрсе. Егер ер адам жыласа, ер деген атқа лайық болмай қалатын секілді бір түсінік бар. Сол себепті ұлдарға қысым кішкентай кезінен басталады. Оларға жылама жігітсің ғой сен, жылама қызсың ба не сен секілді қысымдар өте жиі жасалады. Осылайша олар да өздерінің сезімдерін еркін шығара алмай өседі. Осыдан 2 жыл бұрын Алматы қаласында өткен семинарымда бір ана өзінің естелігімен бөлісті. 6 жасар ұлым бар. Бір жерін ұрып алып, жаны ауырып, жылағысы келіп тұрса да, тістеніп, кемсеңденіп жыламай тұра береді. Бір күні балама жаным ашып, балам жылап алшы деген едім, сонда балам жылағысы келіп тұрса да жыламаймын, мен жігітпін деп тістеніп жауап берді. Кемсеңдеп жылай алмай тұрған осы баланы көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Сіздің ойыңызша қалыпты жағдай ма? 6 жасар баланың сезімдерін еркін шығара алмай, өз сезімін қысыммен басқаруға тырысуға қаншалықты дұрыс? Біз жылама деп қысым жасау арқылы олардың ер жігіт болып өсуін қалаймыз. Дегенмен біз оларды ер жігіт қыламыз деп жүріп, қатыгез қылып жатқан жоқпыз ба? Себебі осыған ұқсас қысыммен өскен көптеген жігіттердің өзінің туған әкесі өмірден озса да көз жасын төгіп, еркін қоштаса алмай жатқанын көреміз. Өзінің туған әкесінің нақтық сапарында сезімдеріне ерік беріп шығарып салуы табиғи нәрсе емес пе? Неге тартынамыз? Әлде басқалардың жігіт басымен осы сонша жылағаны несі деген сөздерінен қорқамыз ба? Негізінде жылау әлсіздік емес, керісінше қажеттілік. Себебі бұл дүниеге шыр етіп келе салған кезде нәресте жылауы керек. Тіпті шыр етіп келу деген тіркестің өзі бала алғашқы қадамын жасаған кезде жылайтындығын айтып тұр емес пе? Егер бала өздігінен жыламаса, оны дәрігерлер жылатудың амалын жасайды. Одан кейінгі өмірінің алғашқы жылдарында да бүкіл қалауына жылау арқылы қол жеткізеді. Мысалы, қарны ашса, асты кірленсе, ыстықтаса, терлесе, ұйқысы келсе, онда жылау арқылы анасына белгі береді. Демек, жылау дегеніміз баланың қажеттілігі. Жылаудың медициналық пайдалары жайында да айтылған ақпараттар баршылық. Денеміздегі токсиндердің сыртқа шығарылуы, көз қуысының каналдарының тазалануы, бақыт гормонының бөлінуі дегендер бірнеше пайдасы ғана. Сонымен қатар жүректің жұмсаруы, мейірім сезімінің артуы секілді рухани пайдалары да өте көп. Тіпті рухани дәрежесінің өте жоғары екенін айтуға болады. Себебі тозақ отында жанбайтын 2 көз туралы айтылған хадистегі 2 көздің біреуі Алла үшін жылаған көз екені есіңізде болар. Пайғамбарымыздың және сахабалардың өмірлеріне көз жүгірткен кезде олар жылауға әлсіздік ретінде қарамағанын байқаймыз. Онда біз де жылауға қатысты көзқарасымызды өзгертіп, балаларымыздың жылағандарын көтере алуды үйреніп, жылама деп қысым жасаудан арылуымыз керек. Тақырыпты жылау туралы бастауымның себебі әлсіз ата-ананың анықтамасы осы жылауға қатысты. Яғни әлсіз ата-ана дегеніміз баласының жылағанын көтере алмайтын ата-ана. Баласы жылаған кезде шыдамсыздық танытып, ашуға берілетін ата-ана деуге болады. Кейде ұшаққа баламен мінген кезде бала жылайды. Себебі ұшақ жоғары көтерілгенде, төмен қонғанда баланың құлақтарына қысым болады, немесе алыс сапарға шыққанда іші пысып жылауы мүмкін. Бұл өте қалыпты жағдай. Дегенмен кейбір үлкендер баланың осы табиғи жылауының өзін көтере алмай ашуланып жатады. Ашуланып қана қоймай, балаңыз неге жылай береді, балаңызды жұбатсаңызшы, жұбата алмасаңыз несіне ата-ана болып жүрсіздер деп ұрысып тастайтындар да кездеседі. Менің ойымша табиғи жылауын көтере алмаған бұл кісілер сезімтал әлсіз кісілер. Өздері сезімтал әлсіз болғандықтан, яғни өздерінің ішкі жан дүниесінде проблемалары болғандықтан баланың табиғи сезімдерін көтере алмайды. Дәл осындай жағдай ата-аналарда да орын алады. Өзінің ішкі жан дүниесінде әлсіздік болған кездерде баласының сезімтал сәттерін көтере алмайды. Баласының жылағанын немесе асыр салып қуанғанын көрсе, шыдай алмай ашуланып кетеді. Яғни ата-ана сезімтал әлсіз болып, өзі сезімдермен таныс болмағандықтан, баласының сезімдерін көрген кезде не істерін, қалай қабылдарын білмегендіктен бірден агрессияға көшеді, ашуланып шығады. Әйтпесе,
өзімен өзі ойнап жүрген немесе көңілі түсіп жылап жатқан баланың әрекетіне несіне ашуланамыз? Менің байқағаным біздің баламызбен қарым-қатынасымыз біздің көңіл күйімізге, ішкі жан дүниеміздің жағдайына тікелей байланысты екен. Егер көңіл күйіміз жақсы болса, баламыз да мейрам, оған уақыт арнаймыз, ойнатамыз, бар айтқанын істейміз. Ал егер көңіл күйіміз болмаса, онда баланы маңайымызға жуытпаймыз. Мысалы, әйел адамдардың сезімтал қажеттіліктері болады. Егер күйеуі тарапынан сезімтал қажеттіліктеріне жауап таба алмаса, яғни күйеуі жеткілікті көңіл бөлмесе, онда әйел адамның сезімтал қарны ашады. Кәдімгі тамақ ішпей қарны ашқан адамның мазасы қалай қашатын болса, сезімтал қарны ашқан адамның да мазасы дәл солай қашады. Бұл күйде болған кезде баласының әрбір әрекеті оның ашуына тиіп, ұрысуға дайын тұрады. Әншейінде ұрыспай қабылдап жүрген қылықтарын көтере алмай жатады. Ал егер күйеуі жақсы көңіл бөліп, сезімтал қолдау көрсеткен кездерде өзін бақытты сезінеді. Бақыттан басы айналып ұшып жүрген кездерде баласының бұзықтықтарына мән бермейді. Баласы үйді төңкеріп тастаса да оны дұрыс қабылдай алады. Дәл сол секілді ер кісілерде де жұмысында проблема шықты. Жұмыстан қайтып келе жатқанда кептелісте қалып қойды. Немесе кептелісте тұрғанда біреулермен ерегесіп қалды делік. Сол кездерде баласының балалығын көтере алмай, оған айқайлап тастауға дайын тұрады да көңіл күйі жақсы болған кезде мейірімді әке болып қалады. Енді әлсіз ата-ананың анықтамасын қазақша жалпақ тілмен түсіндіруге тырысып көрейін. Әлсіз ата-ана ашуын баласынан алатын ата-ана. Егер әйел күйеуімен немесе енесімен ұрысып қалып баласына ұрысатын не ұратын болса, онда ол әлсіз ата-ана. Ал ер кісі жұмыста проблемасы болып, немесе әйеліне сөзін өткізе алмай, ашуға басып, үйдегі бейкүнә баласын айғаласа, онда ол әлсіз әке. Жалпы алғанда ашуын баласынан алатын әке-шеше әлсіз әке-шеше болып табылады. Әлсіз ата-ана болудан құтылу үшін де рухани байлыққа қол жеткізу өте маңызды. Яғни баламызды бақытты қылғымыз келсе, онда әуелі өзіміз бақытты болуымыз керек. Өзіміз бақыттың не екенін білмейтін болсақ, онда баламызға бақыт сыйлай алмаймыз. Себебі біз өзімізде жоқ нәрсені басқаға бере алмаймыз ғой. Осы орайда балам бақытты болса, мен де бақыттымын дейтін ата-аналардың пікірі дұрыс емес екенін айта кеткім келеді. Бұл сөйлем керісінше құрылуы керек. Яғни бақытты ата-ананың бақытты баласы болады деп айтсақ дұрысырақ болады. Ал біз бақытты ата-ана бола алу үшін рухани дамып әрқашан ізденісте болуымыз шарт. Егер өткен шақтан қалған травмаларымыз болса, оларды емдеп болашаққа сеніммен қадам басуымыз керек. Өткен шағынан шыға алмай, сол бір кездерде қалып қойған адамның бақытты болуы өте қиын. Рухани даму жолында сізге сәттілік тілеймін. Тапсырма номері 12. Ашуыңызды балаңыздан алатын сәттерді анықтап, сізді сол жағдайға итермелеп жатқан себептерді анықтаңыз. Және бүгіннен бастап өзіңіздің әлсіз тұстарыңызбен жұмыс істеуді бастаңыз. Өзімшіл, эгоист ата-ана. Ата-аналармен жұмыс істеу барысында байқағаным, бұл топқа жататын ата-аналар өте көп екен. Яғни қазіргі таңда көптеген ата-аналарда эгоисттік белгілер жиі байқалады деуге болады. Мүмкін сіз де осы топқа жататын шығарсыз. Бұл сұрақтың нақты жауабын осы тақырыптың соңында табасыз деп үміттенемін. Өзімшіл ата-ана баласының сезімтал қажеттіліктеріне жеткілікті көңіл бөлмейтін ата-ана деуге болады. Тіпті баланың сезімтал қажеттіліктерін аса маңызды деп ойламайды. Олар бұл ойларын ашық айтады. Яғни өзімшіл ата-аналардан біз өзіміз ешқандай сезімсіз өстік қой, жаман болып жатқан жоқпыз, сезім қарын тойдырмайды секілді сөздерді естуіңіз мүмкін. Кітабымның басында айтқан баламның қарны тоқ, көйлегі көк, басқа не істейін енді дейтін ата-аналар да осы өзімшіл ата-аналардың қатарына шығады. Иә, солай, өзімшіл ата-аналар баласының материалдық қажеттіліктерін қамтамасыз етумен ғана шектеледі. Яғни бала үшін материалдық жағдайының жасалуы жеткілікті деп ойлайды. Сол себепті олар балаларының материалдық жағдайын толығымен жасауға тырысады. Оларды өте әдемі киіндіреді, қарнын тойдырады. Тіпті балаларына ойыншықты үйіп тастайды. Баласының жасына сай қажеттілігі болмаса, оларға планшетін, соңғы модель смартфондарын алып беруден қашпайды. Осылайша балаларының алдында өздерінің ата-аналық борышын атқардық деп есептейді. Дегенмен бала тек қана материядан тұрмайды ғой. Олардың ішкі жан дүниесі, сезімдері бар. Материалдық қажеттілік ретінде қарны ашып тамақ
сұрағаны секілді баланың сезімтал тұрғыдан да қарны ашады. Сезімтал және рухани қарны ашқан бала ата-анасынан қолдау күтеді, сезімдері мен рухын тойдыруын сұрайды. Бірақ бұл ата-аналар баласының сезімтал қажеттіліктерін сезе алмағандықтан сезімтал қолдау күтіп өзіне жабыса беретін немесе етегіне жабысып жыламсырап артынан қалмайтын баласының жағдайын түсіне алмай дал болады. Кейде балаларына жегенін алдында жемегенін артында басқа не керек енді деп ұрысып жатады. Күні бойы баласының қасында болса да баласының өзінен қалмай жылай беретінін айтып шағымданушы аналарды да жиі кездестіремін. Негізінде бір үйді бөлісу мен бірге сапалы уақыт өткізу дегеніміз екі бөлек ұғым. Күні бойы баласымен үйде болғанымен баласының сезімтал және рухани қажеттіліктеріне қажетті деңгейде жауап бере алмайтын ата-аналар өте көп. Дәл осы жағдайды бала тұрғысынан қарайтын болсақ, анасы күні бойы қасында болса да, анасына қолы жетпей жүретін, яғни анасының мейірім махаббатын сезіне алмай жүрген балалар қаншама. Әкесі күнде кешке үйде болса да, әкенің жылуын сезіне алмай, әкесіз өсіп жатқан балалардың ертеңі қандай болмақ? Неліктен бұл ата-аналарды өзімшіл эгоист деп атадым? Себебі олар баласына өзінің көзілдірігінен ғана қарайды. Баласының жасына сай қажеттіліктерін ескерудің орнына өзінің жеке комфортын бірінші орынға қояды. Өзінің комфорты тыныштықты қалап тұрса, балалардың даму үшін олардың еркін ойнап тоқтамай әрекет халінде болуы керектігін ескермей, баласының тыныш отыруын талап етеді. Сол тыныштықты орнату үшін баласының денсаулығына, тәрбиесіне зиян екенін біле тұра қолына телефонын ұстата салады, немесе теледидардың алдында телміртіп қояды. Таңертең ұйқымды бұздың деп баласына ұрысады, өзі жалқаулыққа салынып, баласына керек екенін білсе де оны таза ауаға шығаруға ерінеді. Міне осылай тізіп айта беруге болады. Мен сізге мысал ретінде бірнеше жағдайды ғана айтып өттім. Ары қарай өзіңіз толықтыра түссеңіз болады. Ең бастысы бұл айтқандарымнан сізге пайдасы тиіп, балаңыздың сезімтал қажеттіліктерін уақытында байқап, жеткілікті көңіл бөлуге итермелесе екен деймін. Себебі жоғарыда аталған қылықтарымыз арқылы баламыздың сезімін жаралаймыз. Оның өзін керексіз, қадірсіз және бақытсыз сезінуге итермелейміз. Демек, сіз өзімшіл ата-ана болу арқылы балаңыздың бақытсыз болуына жол ашуыңыз мүмкін екен. Ойланарлық жағдай. Қарны ашқан баланың тамақ сұрап артыңыздан қалмайтынын және тамағын жеп қарнын тойдырғанша тыныштық таппайтынын жақсы білесіз. Дәл сол секілді сезімтал және рухани тұрғыдан қарны ашқан бала да сіздің артыңыздан қалмайды. Бала ата-анасының көңіл бөлгенін, өзімен уақыт өткізгенін және ата-ананың мейірімін, махаббатын сезінгісі келеді. Тамақ сұраған бала секілді олар да сізге қадам жасайды және былай дейді: ана, әке, менің сезімтал қажеттіліктерім бар, маған көңіл бөліңіз. Балаңыздың осылай дегенін естідіңіз бе? Әрине естімеген боларсыз. Себебі бала оны сөзбен емес, іс-әрекеттермен түсіндіруге тырысады. Нақтырақ айтар болсам, балаңыздың не істеп жатқанын, не істеп жатыр мына бала деп түсіне алмай қиналатын әрекеттер бар емес пе? Міне осы іс-әрекеттер арқылы сізбен байланыс орнатып, өзінің сезімтал қажеттіліктеріне жауап алуға тырысады. Мысалы, бала жерге түкіреді, ары-бері тоқтамай жүгіреді, жануардың дауысын шығарады, келіп сізді құшақтап алуы мүмкін, шашыңызды жұлып төмпештеп ұра бастайды. Сізге түсініксіз болып көрінген осы әрекеттері арқылы бала сіздің назарыңызды өзіне аудартуға тырысуда. Тамақ сұраған бала секілді ол да өзіне рухани көмек сұрауда. Бірақ өкінішімізге қарай көптеген ата-ана балалардың бұл әрекеттерінің шынайы мағынасын түсіне алмайды. Ата-анадан қолдау күтіп келген балаға неге жерге түкіресің, жүгірме ары-бері, шашымды ауырттың ғой деп ұрыса жөнеледі. Үлкен үмітпен келген баланың салы суға кетіп кері шегінеді. Бірақ қарны ашқан баланың тамақ сұраудан қайтпайтыны секілді сезімтал қолдау күткен бала да қайтпайды. Сіз ұрысқан соң кері шегінген бала сәл уақыт өткен соң жаңағы әрекеттерін қайта қайталайды. Бұл жолы да әке-шеше ұрысып бетін қайтарады. Бала кері шегінеді. Міне осы үрдіс бірнеше рет қайталанады. Бірақ есіңізде болсын, бала әр кері шегінген кезінде сезімтал тұрғыдан жаралана түседі. Өзін алдындағыдан да бақытсыз сезініп,
жаман күй кешеді. Бала осылай қинала бастаған кезде оған көмекке кім келеді? Білесіз бе? Негізі көмекке ата-анасы келу керек еді. Алайда ата-ана оның қажеттілігін елемей, керісінше оны көмекке зәру қылғандықтан оған көмекке түйсігі келеді. Жалпы түйсіктің міндеттерінің біреуі адамды сыртқы қауіптерден қорғау болып табылады. Бала да сырттан жараланып жатқандықтан оған қорғану рефлексін үйретеді. Яғни оған сезімтал қажеттіліктеріне көңіл бөлмеуді, елемеуді үйрен. Себебі сен сезімтал қажеттіліктеріңді сезініп, қолдау үшін ата-ананы ұмтылған сайын жараланудасың. Сондықтан елемеуді үйрен. Өз-өзіңмен іштей өмір сүр. Сырттан көмек күтпе деген кеңес береді. Уақыт өте келе бала осы кеңеске құлақ асып, ата-анасынан сезімтал қолдау күтпейтін болады. Іштей қанша қиналса да сезімтал қажеттіліктерін елемеуге тырысады. Яғни сезімдерін елемеуді үйренген сезімсіздер қатарына қосылады. Сезімтал қажеттіліктерін сезінбеу үшін өзін алдаусырататын жаңа нәрселер іздейді. Мысалы, телефонға үйір болады, теледидардың алдынан тұрмайды, компьютерлік ойындарға кіріп кетеді, немесе тұйықталып, өзі бір бұрышта іштей өмір сүре бастайды. Осы алдаусыратулардың қайсы бірін таңдаса да, бұлар бала үшін өте қауіпті нәрселер. Себебі олар баланың өмірге деген құлшынысын жояды. Қазіргі таңдағы еш нәрсе істегісі келмей жата бергісі келетін, немесе ойынға тәуелді болған балалар осы өзімшіл ата-аналардың туындысы десем артық айтқан болмаймын. Менің ойымша, қоғамдағы орын алып жатқан келеңсіздіктерді шешудің бірден-бір жолы баланың сезімтал қажеттіліктеріне көңіл бөлу арқылы олардың сезімсіз болып өсуіне жол бермеу. Себебі сезімсіз болып өскен адамдардан кез келген қатыгездікті күтуге болады. Тапсырма номері 13. Балаңыздың сізден сезімтал қолдау күтіп, сізбен қарым-қатынас орнатуға тырысқан кездерін есіңізге түсіріңіз. Бұдан кейін балаларыңыздың сезімтал қажеттіліктеріне уақытында және жеткілікті жауап беруге тырысыңыз.